Мемлекет басшысы пәрмен беріп, Жетісу облысы еншісін алып, жеке облыс болып құрылғалы өңірге 642 миллиард теңге инвестиция тартылған. Аймақта соңғы 2 жылда ондаған жаңа жоба қолға алынып, жүздеген жұмыс орындары ашылды. Жаңа облыстың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші де ілгерілеген. Тілшіміз жалғастырады. Жетісу өңірі жеке шыққанда жергілікті жұрттың көңілінде қуаныш пен күдік бірге ұялаған. Алматыдай алпауыт өңірден бөлініп кеткен соң жағдайымыз қалай болар екен деп алаңдағаны рас. Ал қазір көпшіліктің көкейінде күдіктен гөрі үміт басым. Облыс құрылғалы өңір экономикасына 642 миллиард теңге инвестиция тартылды. Түрлі салада 94 жоба іске асып, 2500-ге жуық жұмыс орны ашылған. Биыл жалпы құны 79 миллиард теңге болатын 58 жаңа жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Қазір аймақта 547 кәсіпорын жұмыс істейді. Біздің облыста мына ең үлкен логистикалық жол өтеді. Ол жаңағы Қытай Халық Республикасының байланыс бізде достық арқылы, соңғы жердегі біздің Хоргос порты арқылы жүреді. Мына қазір достық портында бізде құрғақ порт, үлкен құрғақ порт салынды. Ал құрғақ порт дегеніңіз Қытайдан келетін товарлардың айналымын көбейту үшін салынған мәселе. Ол жерде соңғы екінші темір жол линиясы да жақын арада бітетін жағдайы бар. Бұл арқылы мына Қытайдан жүк тасымалдау мәселесі 2 есе-де 3 есе-де артып, жалпы біздің мына облысымыздың экономика тигізетін әсері өте үлкен. Түгін тартсаң, май шығатын Шұрайлы өлкенің негізгі әлеуеті агросектор. Еліміздегі қант шығаратын 4 зауыттың 2-і осында. Президент тапсырмасынан кейін 3 жыл бойы тоқтап тұрған Ақсу қант зауыты қайта іске қосылып, өнім көлемі артқан. Биылғы жылғы өнімнен 90 мың тоннаға дейін таза қант шығарып жоспарлап отырмыз. Өткен жылы 22 жылмен салыстырған кезде табысты жыл деп есептейміз, өйткені жалпы өндірілген өнімнің көлемі 2,5% артты. 502 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Өндірілген өнімді шикізат ретінде сатпай, оны өңдеуден өткізіп, дайын продукт ретінде біз оны жаңағы сатуымыз керек. Осы бағытта біз қазір бірқатар жұмыстар атқарып отырмыз. Жер жәннаты Жетісуда туризм саласы да қарыштап дамып келеді. Былтыр өңірге 2 миллион демалушы келген. Биыл бұдан да көп болады деп күтілуде. Алакөлге пойызбен, көлікпен, тіпті ұшақпен де қатынауға болады. Қазір Балқашқа апарар жол жөнделіп, көл жағалауындағы инфрақұрылым жаңғыртылып жатыр. Балқаш көлін жағалауын дамыту бойынша жоба сметалық құжаттама әзірленіп, бюджеттік өтінімдерді биылға 2,2 миллиард теңге бөлініп, жұмыстар басталды. Бұл жобада кәріз, электрмен жабдықтау, жол және де планировкасы, жоспарлау жұмыстары жүргізіледі. Жоба келесі жылы аяқталады деген жоспардамыз. Бүгінде өңірдің бюджеті 500 миллиард теңгеден асқан. Бұл орта және шағын кәсіпкерлік нысандарының тиімді жұмыс істеуінің нәтижесі. Болашақта бұл үдерістер жергілікті билік тарапынан қолдау таппақ. 2024-2026 жылдарға арасында 3 жылда 1,5 триллион теңгеге біз жаңағы бюджетімізді 3 жылдық бекітіп отырмыз. Жаңағы 506 миллиард теңгенің ішінде өзіміздің табысымыз 70 миллиард көлемінде. Жылдың аяғына дейін жолы біткеннен кейін Балқаштың көңіл маңайындағы туризмді дамыту арқылы табысымызды көбейтуімізге болады. Сарапшылардың пікірінше 700 мыңға жуық тұрғыны бар өңірдің әлеуеті өсіп, экономикасы қарқынды дамуда. Биыл қаңтар-сәуір аралығында экономикалық көрсеткіш 100%-дан асқан. Меруерт Мұратбек, Мирас Анитов, Жібек жолы телеарнасы, Жетісу облысынан.